Ассалаумағалейкум қазақ елі. Күні кеше ғана Қарағанды қаласында үлкен Кастенька шахтасында үлкен жарылыс болды. Өкінішке орай 252 адам 700 метр тереңдікте жұмыс істеп жатқан. Соның жарылыс болған кезде 205-і өз еркімен, өз күшімен үстіне шығып үлгерді жердің бетіне. Өкінішке орай 36 адам қазіргі таңда қайтыс болды деп жатыр. 10 шақты кеншіні іздестіру жалғастыруда. Оған іздеуге авариялық құтқару жұмыстарына кәсіби әскерилендірілген авариялық құтқару қызметтен республикалық орталық штабы және де Қарағанды филиалына 10 тау-кен құтқару бөлімшесі жұмылдырылып жатыр. Байланысты бүгін 29 қазан Қазақстанда Қарағанды шахтан жарылудың салдарынан адамдардың қаза болуына байланысты жалпы ұлттық аза тұту күні өтуде. Соған байланысты күні кеше Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы өзі Қарағанды облысының Кастенька шахтасына барып үлкен жиналыс өткізді. Сонда айтқаны, жаңағы ArcelorMittal теміртауға қарайды ғой, Кастенька шахтасы. Соны ArcelorMittal теміртаудың тек бұл бірінші ретінде жарылыс емес болып жатқаны, бұл 1995 жылдан бастап сатып алғаннан бастап көптеген жарылыстар болған, қаншама адам көз жұмған. Соған байланысты президенті ол қатты жаңағы ArcelorMittal теміртаудың өте нашар жұмыс істейтінін ескере отырып, және де Қазақстан Республикасымен барлық келісімшарттарды бұзуға тапсырма берді, және де үкіметке үлкен тапсырма берді тексеруде. Сонымен енді тексерулер жүргізіліп жатыр. Ары қарай енді бұларды Қазақстаннан шығарып жібереді ме, басқа қылады ма, кінәлілерді тауып, ары қарай жаза салады деген үміттеміз. Ал егер де мынау ArcelorMittal теміртауы ол қай жақтан, егесі кімдерге келетін болсақ, оның егесі британдық үнділік кәсіпкер Лакшми Миттал деген кісі. Ол 1995 жылы осы ArcelorMittal теміртауды сатып алған. Сатып алған кезде қалай болды? 95 жылда соңында жекешелендіру бойынша жабық тендерде Испат Кармет акционерлік қоғамы құрылды, және де иесі британдық үнділік кәсіпкер Лакшми Миттал. Ұлты бойынша бұл индус, бірақ Ұлыбританияда, Англияда тұрып, сояқта білім алған, сояқта азаматы болып есептеледі. Испат International компаниясы иелігінде өтті. Содан 95 жылдан бастап сол кісі иелік етеді. 2004 жылдан бастап қазіргідей ArcelorMittal теміртау деп аталып келеді. Енді біз 95 жылдан бастап қанша жарылыстар болған, қаншама адамдар қайтыс болғанын атап өтейік. 95 жылы ашылған, сатып алған, сол кезде үлкен жарылыс болған, 13 адам қайтыс болған. 98 жылы 3 адам қайтыс болған. 2004 жылы да 23 адам қайтыс болған. 2006 жылы 41 адам қайтыс болған. 2008 жылда 35 адам қайтыс болған. 2021 жылы 10 адам қайтыс болған. Қайта қарап отырсаңыздар, мынаны уже айтуға аузымыз бармайды. Қаншама адам, қаншама жанұяны бағып қағып отқан адамдар ғой. 2022 жылда 10 адам қайтыс болған екен, 2023 жылы 5 адам қайтыс болған екен, 2023 жылы осы биыл тамыз айында болған бұл. Енді ол арасында бір 2-3 ай салмай үлкен бұл жарылыс болып отыр. Бұл бізге енді Қазақстан үшін өте ауыр. Сол қайтыс болған отбасына қайғырып көңіл айтамыз. Мысалы қарап отырсаңыздар, мынадағы цифрда қарап отырсақ, мысалы 13 адам қайтыс болған дейді. 13 адам бір отбасын асырап отқан адамдар ғой, мысалға ше. Соны енді өте қиын. Ары қарай енді өз шешімін табады деген үміттеміз. Менің өзім ойым, бұл Қазақстаннан кеткен дұрыс. Өйткені қаншама осы 95 жылдан бастап қаншама өмір жалмап келді. Ендігі жерде Қазақстан тек қана аманшылық болғанын тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әділ Дарабоз каналына тіркеліңіздер. Сау болыңыздар. Төмендегі подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар.